Елімізде тиімді зат сатып алу мерекесі басталады. Каспий жұма 12 мен 15 ақпан аралығында өтеді. Көктем қарсаңында қазақстандықтар дәстүрлі түрде жөндеу жұмыстарын жоспарлап, құрылыс бастап, тойлар мен ұзақ мерекелік демалыстарға дайындала бастайды. Ал Каспий KZ сүйікті клиенттеріне көмекке асығады. Каспий жұма кезінде қазақстандықтарды ең тиімді бағалар, жоғары бонустар мен жеңілдіктер күтеді. Серіктестермен бірге Каспий KZ бірегей ұсыныстар әзірлеуде. Жыл сайын серіктестер қатарында қазақстандық өндірушілер саны артып келеді. Ұлттық асқа арналған осындай міне астау табақтарымыз сұранысқа ие. Бұл аяқты архар астауларымыз. Барлық оюлары қолмен ойылып жасалған. Тұрмыстық өнер туындылары елдегі табиғи ағаштан жасалған бұйымдар шығаратын ең көне әрі ең ірі фабрикада осындай өнімдер шығарылады. Барлығы қол еңбегі болғандықтан әр бұйым бірегей. Кәдімгі тақтай дайын өнімге айналғанша 20-дан астам шебердің қолынан өтеді. Каспий жұма қарсаңында Black компаниясы қоймаларын барынша толтыруда. Мұнда тапсырыстар әдеттегі күндерден әлде қайда көп болатынын тәжірибеден біледі. Каспий жұма біз үшін үлкен мүмкіндік береді. Ол уақытта бізге көптеген жаңа сатып алушылар келіп тұрады. Біздің бұйымдарымыз табиғи ағаштан жасалған ұлттық құндылықтарымызды насихаттайтын ерекше бұйымдар. Каспий жұма біздің сатып алушыларымыздың географиясын кеңейтуге және брендіміздің танымалдылығын Қазақстан бойынша өсіруге көмектеседі. Ол бізге де біздің сатып алушыларымызға да өте маңызды. Сол үшін біз әрқашан оған жақсылап дайындаламыз. Шымкент қаласының маңындағы Бал текстиль кілем фабрикасының ауқымы таң қалдырады. Кәсіпорын жылына 6 миллион шаршы метр кілем өндіреді. Станоктар тәулік бойы тоқтаусыз жұмыс істейді. Каспий жұмаға арнайы топтама дайындалуда. Фабрикадағы барлық өнім 100% қазақстандық өндіріс. Шикізатты Атыраудан әкеледі, ал дайын кілемдерді елдің түкпір-түкпіріне және тіпті шетелге де жібереді. Кілемдеріміз біздің ең арзан сападағы кілемдерден бастап, ең қымбат кілемдерге дейін қамтиды. Яғни бір сөзбен айтқанда, тұтынушыға қажетті кез келген бағалық сегменттегі кілемдерді ұсына аламыз. Каспий жұма кезінде біздің сатылымдарымыз 50-60%-ға дейін ұлғаяды. Бұл әрине біз үшін өте үлкен көрсеткіш. Каспий жұма басталғалы ою деген онлайн дүкеніміз бар. Ол тікелей Каспий жұма, Каспий KZ қосымшасымен жұмыс жасайды. Соның арқасында былтырдың өзінде 100 мың заказ түскен бізге. Каспий жұма үлкен пайдасын тигізіп отыр. Каспий KZ платформасымен жұмыс істеуге магазиндерімізде 30 шақты адам жұмыс істейді. Одан бөлек әр серіктес бір адамнан Каспийден жұмыс істеткеннің өзіне тағы 500 адамға да жұмыс беріп жатыр. Каспий жұма күндері тапсырыстар көбейген кезде көптеген компаниялар жаңа қызметкерлерді жұмысқа шақырады. Мысалы, Каспий жеткізу серіктестері әдеттегі жұмыс кестесін өзгертіп, қосымша адамдар шақырады. Автопаркты ұлғайтады, жаңа бағыттар ашады. Мұның бәрі қазақстандықтар өз сәлемдемелерін уақытында алу үшін жасалады. Алда Каспий жұмада штатты көбейттік, автопарктымызды көбейтіп жатырмыз. Каспиймен бізге жұмыстары өте ыңғайлы. Өткен Каспий Қазақстан Республикасының экономикасын дамытуға, онлайн сатылымды көтеруге және Қазақстанда кіші және ірі бизнестерді дамытуға үлесін қосады. Каспий жұма енді тек тиімді сатып алулар мерекесі ғана емес. Ол қазақстандық бизнестің жаңа деңгейге көтерілуіне көмектеседі. Кәсіпкерлер рекордтық сатылым жасап, жаңа жұмыс орындарын ашады. Салық түсімдері өседі. Сонымен қатар электронды коммерция нарығы да дамиды. Каспий жұма 4 күнге созылады. Каспийдің сүйікті клиенттері арнайы ұсыныстарды тек тауарларға ғана емес, медицина мен фитнестен бастап, туризмге дейінгі қызмет түрлеріне де пайдалана алады. Салтанат Шырымхан, КТК, Алматы.